Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен түрік тәттісі баклава жасайтын боламыз. Өте оңай, дәмді рецепт. Ең алдымен 2 жұмыртқаға сүтті қосамыз және 1 шай қасық ас тұзын қосып араластырамыз. Майды және 9% уксустан 2 ас қасық құямыз. Баклаваның дәмі өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңында ұн мен 1 шай қасық соданы салып, араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, бұл баклаваның қамырын түнде илеп, таңертең пісірген жақсы. Себебі қамыр өте жұқа болып жайылу керек. Сол үшін көбірек демалдырған жақсы. Грек жаңғағын ұнтап қоямыз арасына салу үшін. Мінекей түнде иленген қамыр. Осыны бізге ыңғайлы бөлшектерге бөліп аламыз. Достар, видео ұнаса, каналға лайк, комментарий қалдырыңыздар. Қамырды барынша жұқа қылып жаю керек. Сол кезде әдемі болады баклава. Егер қамыр жабысып жатса, оған ұрпақ емес, крахмал себу керек. Менде жүгері крахмалы. Қамыр жыртылса да, ол ештеңе етпейді, орап жібереміз. Сол үшін қорықпай жұқа қылып жая беру керек. Жайып болған соң грек жаңғағын осылай арасына қосамыз және